Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, оңай жасалатын печеньенің жасалу жолын ұсынамын. Ерекше болып шығады, жылдам дайындалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар ұн, сары май, қант, жұмыртқа, айран, қопсытқыш, ванилин және тұз. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Шым-шым тұзды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да печеньенің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды саламыз. Сонан соң айранды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұнның жартысын саламыз. Мен алдын ала ұнды електен өткізіп алдым. Сонан соң қопсытқышты саламыз. Ванилинді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте қалған ұнның барлығын салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Келесі жасайтынымыз қамырды 20 бөлікке бөлеміз. Бөлінген қамырларды видеодағыдай дөңгелектеп шығамыз. Дайын болған қамырлардың бетін жабуды ұмытпаймыз. Енді қамырды видеодағыдай жұқа етіп жайып аламыз. Сонан соң көрсетілгендей қамырды кесіп шығамыз. Пышақты пайдалансаңыздар да болады. Мен салмасына вареный сгущенка пайдаланып жатырмын. Сіздер кез келген салманы пайдалансаңыздар болады. Салмасын салғаннан кейін қамырды қайырып, шеттерін басып шығамыз. Сонан соң қамырды ақырындап ораймыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Дайын болған печеньені формаға пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Барлығын видеода көрсетілгендей қайталап шығамыз. Ендігі кезекте қамырдың бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағамыз. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді, ерекше болып шығады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, жылдам дайындалатын, дәмді болып шығатын печеньеміз дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Арасы толықтай піседі, жұмсақ болып шығады. Дәмі тіл үйіретін печеньені сіз де жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.